Sport, sport, sport. Sport, sport, sport. Sport, sport, sport. Сабақтағы жоспарлаған іс-әрекет сабақ барысы. Доппен бір орында орындалатын жаттығулар легін, алаңда жай жүру және жүгіру мен доппен орындалатын жаттығуларда негізгі жаттығу орындау алды. Міндетті түрде орындап қыздырынып алу қажет. Алаңда қозғалу техникасы, ойыншының тұру қалпы, футболшы қалпында қозғалу, бір бүйірмен аяқты тіркестіре қозғалу, алға және арқамен жүгіру, жылдамдықты және бағытты өзгертіп жүгіру. Допты аяқпен соғу, қозғалып келе жатқан допты аяқтың ішкі жағымен және үстердің ортаңғы бөлігімен соғу. Қорғаушы қарсылығымен және қорғаушының қарсылығынсыз. Доппен қозғалу, тура бағыт бойынша бағытты және жылдамдықты өзгертіп доппен қозғалу. Орташа қарқында тура бағытпен және доға бойынша доппен қозғалу. Қорғаушы қарсылық көрсеткен және көрсетпеген кезде доппен қозғалу. Қақпашының ойыны, қақпашының ойын техникасы, қақпашының тактикалық әрекеттері. Осы баяндалған жаттығуларды орындау бағыттарын төмендегіше суреттен қарап орындауларыңызға шақырамын. Үстермен жасалатын соққылар үстердің ортасы мен ішкі және сыртқы жағымен деп бөлінеді. Олардың барлығы түрлі қашықтыққа пас беру үшін, сондай-ақ қақпаға соққы жасау үшін қолданылады. Таянып тұрып маңдаймен соғу тәсілі аяқ иық мөлшерінде бір аяқ сәл алдында болған қалыпта орындалады. Ойыншының кеудесі соққы жасардан бұрын артқа шалқайтылады. Аяқ тізеден және тіл ерсек буынының бүгіледі. Арқа бұлшық еттері қатайтылады. Содан соң кеуде алға беріліп, баспен шалт қимыл орындалады. Соққы маңдайдың ортасымен орындалады және ойыншы топтың ұшу бағытын қадағалайды.